Дастарханға ерекше сән беретін жасалу жолы ерекше баклажаннан осындай салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жасалу жолы өте ерекше, сізге де ұнары анық. Ең алдымен бізге баклажан қажет болады. Оны жуып тазалап, керек емес жерін алып тастаймыз. Міне көріп тұрғаныңыздай осылай дөңгелек қылып жіңішке етіп кесіп аламыз. Қалауыңызша баклажан менен қызанақты көбейтіп, салатты көбірек жасасаңыз болады. Келесі кезекте ыдысымызға су құйып алып, үстіне тұз салып, жақсылап араластырамыз. Турап қойған баклажандарымызды ішіне салып, аз уақыт ұстаймыз. Тұзы әбден сіңуі керек. Соған дейін баклажандарымызды тұзды суда ұстаймыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды жарып алып, үстіне аздап тұз саламыз және тағы да араластырамыз. Алдын ала турап дайындап қойған баклажандарымызды бір-бірден осылай малып аламыз. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға барлығын салып, осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Баклажандарды жұмыртқаға малып, осылай қуырып көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте осындай қағаз майлымыздың үстіне қойып қоямыз. Енді біз қызанағымызды жуып тазалап алып, осылай жұқалап, дөңгелек пішінде тураймыз барлығын. Келесі кезекте бізге 5 дана сарымсақ қажет болады. Барлығын жақсылап ұсақтап турап аламыз. Немесе осындай сарымсаққа арналған үккіш болса, осымен де жасауға болады. Ұсақтап турап жасасаңыз да болады, қалауыңызша. Енді келесі кезекте тарелкамызға осылай бірінші қызанағымызды қойып, үстіне сарымсағымызды аздап салып, содан кейін баклажанымызды қойып, сарымсағымызды салып, үстіне қызанағымызды салып, барлығын осылай жасай береміз. Қонақ келген кезде осы түрмен жасап көрсеңіздер, дастарханыңызға ерекше сән беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне бізде дайын болды. Менде 3 қатар шықты. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ыстық тағамдардың және салат түрлерін, пирогтардың түрлерін рецептімен жасалу жолын шығаратын боламын. Барлығы сәтті рецепттер жасап көріңіздер. Келесі кезекте осылай майонезімізді үстіне узор салып шығамыз. Қалауыңызша жасасаңыз болады. Міне қыздар дайын болды. Дастарханның сәнін ашады. Осы түрін жасап көріңіздер, ерекше. Бәріңізге ұнары анық.